Кайырлы күн достар. Бүгін сіздерге питовый йогурт жасап көрсететін боламыз, қылқынай салынған. Бізге питовый йогурт жасау үшін клубника керек, қаймақ керек, айран керек. Және осындай ыдысқа салып, бәрін дайындайтын боламыз. Бірінші клубниканы түбін кесіп дайындап аламын. Клубника менде 300 грамм. Дайындап болған соң ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға салып болғаннан кейін 3 қасық қаймақ салып, столовый ложкамен үстіне 50 грамм шекер салам. И 300 грамм айран құям. Сөйтіп блендердің көмегімен мыжғылап айналдырамыз. Біркелкі массаға келгенше жақсылап айналдырамыз. Жақсылап айналып біркелкі болады, осындай болады. Енді стакандарға құйып, балдарға бере берсек болады. Достар, жасап көріңіздер. Үйде оңай жасалатын питовый йогурт. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай осылай сәндеп, әрлеп балдарға берсеңіздер, балдарға өте ұнайтын болады. Егер де каналда менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.